Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздерді өте қарапайым, бірақ эффекті күшті техникамен таныстырғалы отырмын. Бұл техниканы айға күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Таңертеңгі 6-дан бастап түнгі 12-нің аралығында жасасаңыз болады. Ешқандай шектеу жоқ, айға күнге байланысты емес. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Бұл техника кімдерге жасауға болады? Бұл техника, егер сіздер қандай да бір шаруаңыз ешқандай бітпей кетсе, документ шаруаңыз немесе жұмыс шаруаңыз сол аяқтаусыз созылып, не істеріңіз білмей шаруаңыз бітпей кетсе, ойлағаныңыз іске аспай кетсе, онда осыны жасауға болады достар. Барлығын түсіндіріп өтемін. Видео ұнап жатса лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Алдындағы видео сияқты бұның әдісі бірдей, бірақ дұғалары әртүрлі. Дұғаны әдеттегідей комментарийдің ең бірінші бетіне закрепить етіп қоямын. Сол жерден дұғаны қарап тауып алсаңдар болады. Ол үшін бізге осындай свеча керек, восковой свеча керек. Осындай, дәл осындай. Басқа церковный немесе парафиновый свечалар жарамайды. Сосын біздерге осындай натуральный жіп дейміз ғой, осындай натуральный жіп керек. Натуральный жіп дегеніміз синтетика болмаса болды, тоқыма тоқитын жіп та жарайды. Любой осындай ақ жіп болады. Егер де натуральный жіп таба алмасаңыз, онда осындай кәдімгі тоқыма жіптері де болады. Жіпті аласыз да, енді барлығын көрсетемін достар. Жіпті аласыз, міне мынау сол жақтан жанатын не бар ғой, фитиль бар ғой, содан сәл 1 сантиметр төмен, міне осындай қылып, мынаны осылай, міне жылан тәрізді орай бастаймыз, міне свечаға осылай орай бастаймыз, міне көрдіңіз ғой достар, свечаға орай бастайсыз, міне осылай кішкене қатырып қоямыз, міне мына жағын, и былай орап, лишний жіпті былай жібереміз. Одан кейін бізге любой номиналды тиын керек. Мен 20 теңге алдым. 20 теңге, 50 теңге, немесе 100 теңге өзіңіздің неңізге қарай ала бересіз. Қандай тиын болса да бола береді. Менде 20 теңгелік. Одан кейін достар, дұғаны осындай бір бетке, мысалға дұғаны осындай бір бетке жазып аласыз. Осындай бір бетке жазып аласыз да. Одан кейін біздер свечаны жағамыз. Қазір барлығын көрсетемін. Осылай свечаны жаға бастаймыз. Жаққан кезде мынау свеча болса, дұғаны міне осы оттың, қалай айтсам болады, былай қапталына қарай. Қазір достар, осылай свечаны бекітіп алғаннан кейін, міне дұғаны осылай, мен тек мына дұғасы басқа комментарийға бекітіп қоямын. Свечаны жағамыз, жаққаннан кейін осы бір бетке дұғаны көшіріп аламыз да, сол дұғаны 7 рет оқимыз, міне осылай қылып. Көрдіңіз ба достар? Свечаның артынан істейміз. Осылай ұстап тұрамыз. Ұстап тұрамыз да дұғаны 7 рет оқимыз. 7 рет оқимыз дұғаны. Сосын оқып болғаннан кейін осы свечаның жанып болуын қадағалаймыз. Дауыстап оқимыз. Дұғада атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз. Одан кейін міне менің свечам жанып болды. Жанғаннан кейін мынандай қалдықтарын барлығын осы тиынге не істейміз? Тиынге осылай жабыстырып аламыз да. Тиынды аламыз өстіп. Одан кейін любой ағаштың түбіне осы свечасын төмен қаратып бейтіп лақтырып тастаймыз. Свечаны, міне свечаның қалдығын төмен қаратып лақтырып тастаймыз. Үстіне сахарный песок құйып тастаймыз. Любой бір ағаштың, бірақ ол ағаш
қурап қалған, өспей тұрған ағаш болса жарамайды. Ол ағаш кәдімгі өсіп тұрған көк жаңағы здоровый ағаш болу керек. Міне лақтырған кезде осы свечаны осылай төмен қаратып лақтырып тастайсыз да, үстіне сахарный песок құйып тастайсыз. Достар, мысалға жаңағы сізге көп ақша келе бастаған кезде, немесе сіздің жаңағы желанияңыз орындалған кезде, жаңа көздеген мақсатыңыз орындалғаннан кейін, сол осы тиынды лақтырып тастаған ағаштың астына сіз қақталған ерік немесе құрма апарып тастауыңыз керек. Сіздің қалауыңыз орындалғаннан кейін, мысалы сіз ақшаға жасаған болсаңыз, ақша келсе, уже сіз бір 10 шақты штук қақ ерік апарып тастайсыз, немесе 10 шақты штук құрма апарып тастайсыз осы тиынды тастаған ағаштың түбіне. Болды, көнбейсіз, еш нәрсе жасамайсыз, тек қана солай апарып тастайсыз орындалғаннан кейін.